Сәлеметсіздер ме? Біз Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің студенттері Нұрдулла Нұрай және Нұрдулла Арай. Біз бүгін сіздермен практика барысында өткен тағамдардың бірі дымляма дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек шикізаттар ет, пияз, сәбіз, қызанақ, картоп, болгар бұрыштары, баялды және қырыққабат керек болады. Және де татымына қарай тоз бұрыш және түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Біздің ірі кесектеліп тураған етіміз дайын. Енді біз пияз және сәбізді турайтын боламыз. Пиязымызды жұқалап турайтын боламыз. Ал сәбізімізді үлкен ірілетіп, дөңгелек етіп турайтын боламыз. Содан соң болгар бұрыштарымызды турайтын боламыз. Енді біз баялды мен қызанақты тураймыз. Көкөністеріміз дайын. Енді тамақты жасауға кірісеміз. Алдымен табамызға май құйып, етті саламыз. Үстіне пияз, сәбіз, татымына қарай тоз бұрыш сеуіп, болгар бұрышы мен баялдыны саламыз. Үстіне картопымызды қойып, қызанақ соусын құямыз. Үстіне сарымсағымызды салып, орам жапырақпен жабамыз. Баяу отта 1-1,5 сағат пісіреміз. Ал енді біздің тамағымыз дайын болғанша салат жасайтын боламыз. Біздің салатымыздың аты құс ұясы. Бізге керекті азық-түліктер: қайнатылған тауық еті, консервіленген саңырауқұлақ, қайнатылған сәбіз, бөдене және тауық жұмыртқалары, қуырылған картоп, көкшіл және майонез керек болады. Алдымен тауық еті мен саңырауқұлақты сабаншылап тураймыз. Және де сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Ал енді жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып, бөлек үккіштен өткіземіз. Азық-түліктерімізді турап болдық. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ыдысымызға тауық етін саламыз. Майонезімізді жағып, үстіне сәбізді саламыз. Тағы да майонезімізді жағып, татымына қарай тұз сеуіп, дәл осылай бірнеше рет қайталаймыз. Саңырауқұлағымызды саламыз, жұмыртқаның ағын саламыз. Жұмыртқаның сарысын салып, дәл видеодағыдай жасаймыз. Дайын болған салатымыздың үстіне бөдененің жұмыртқасын қойып әсемдейміз. Міне біздің жасаған дымлямамыз бен салатымыз да дайын болды. Бізге ұнады. Сіздердің де көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.